Что-то члены получался в себе. Что-то либо волк всякий. Какие пара уже. Чат. Слушай, вопрос на это. Всегда кедерги кельмы растет. Дауыстарыңыз там ұялмай жаза беріңіз, мына қазір азайтып қоямыз несін. Себебі жаңғырып тұр. Давай естіп тұр ма? Иә, кішкене. Сірә ар жақтарға жақсы естілсін. Болған адамдар бар ма? Болған адамдар болса, қоя беруге болады. Так, пришел человек, называется. Мен Берген. Камила.
Да, с водой аккуратно начали. Bakım ayakkabına bakıyorum. Еще нормально. Ну, может, смотрите. Evet. Mümkün. Hayır. Nada mais.
Bu balet önерінде бекшілерге арналған бірінші кату 1890 жылы бірінші Евгения университеті. Тут балет. Tutu балет өнерінде жекелерге арналған атты өтті. Бірінші тұту 1839 жылы суретші Евгений Лавриннің суретіне негізделді. Tutu балет өнерінде жекелерге арналған бірінші тұту 1839 жылы суретші Евгений Лавриннің суретіне негізделіп, Мария Каглиониның бейнесіне жазылды. Тұтудың стилі мен пішіні
адам мен жануардың үнін, табиғатты, құбылыстар мен дыбыстарды жеткізетін жаңа бір аспап жасағысы келеді. Оның ойларын тоғыз толғанады. Қарайған ағашы кесіп әкеліп, одан бір нәрсенің жобасын жасайды. Бірақ әрі қарай не істерін білмей қиналады. Күндер осылай өте береді. Бір күні шаршап отырып, көзінен кетіп түс көреді. Түсінде періштеледі. Ол балаға қорқытып жатқан қобыздың 6 жасар нар атаның жерінде екен. Енді оған нар терістен жасалған шана, ортекенің мүйізден ойылған тең, бес айғырдың құйрығынан тартылған қылыш жетпей тұр. Осылар болса аспанның сәрі қалып тұр екен, деп кекіс береді. Қорқыт ұйқысынан ояна салып, осы айтылғандардың бәрін жасайды. Қарағайдың түбіне қайырып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, желмаяның терісін шанақ қылған қобызым, ортекенің мүйізін теріп қылған қобызым, бес айғырдың құйрығын пішек қылған қобызым, құлағыңды бұрайын, ұзайтқаның болмаса, қайырып жерге ұрайын деп қобызды қолына алған кезде аспап боздап қоя беріпті. Қобыз үні бар табиғат, ұшқан құс, ескен жел, жүгірген ат, бәрі тоқтай қалып, құлақ түретін тапты. Мемориалды кешен. Ерекше сәулетімен алыстан минондалап тұратын баба кесенесі рухани дүниенің кесегі іспетті. Қобыздың үні сарнаған Қорқыт ата кесенесі. Адамзатқа күйбең тірліктің шеңберінен шығуды, әрбір сәттің құнды екенін бағалай білуде еске салып тұрғандай. Қорқыттың мәңгілік өмір дегені де қайталанбас уақытты қадірлеп, келешекке өнер, руханият арқылы өшпес із қалдыру болса керекті. Қорқыт күйлеріне кішкене ғана мағлұмат. Қорқыт қалай өлімді пәнге айналуы туралы тарқылтана күйінде айтылған. Немесе өлімді пендеге айналғанын білген соң, ел-жұртының қамын ойлап, құмға батуы. Оны елім-ай, халқым-ай күйлерінде байқаймыз. Немесе одан әрі өлімнің құтылуы жолын іздеп, шарқ батуы. Ол Қорқыт желмая атты күйлерінде белгісін тапты. Ең соңында қапысын тауып ажалдың жетуі сарын күйі сияқты күй аңыздарынан байқаймыз. Назарларыңызға көп рахмет. Көп рахмет. Қозағой сұрағын. Саламатсыздар ма? Менің есімім Оразбай Есет. Бүгінгі қорғайтын сабағым хор музыкасы. Хор как музыкальная форма, многоголосное музыкальное произведение, предназначенное для исполнения каким-либо хоровым коллективом или одновременно несколькими такими коллективами. Хоровая музыка – музыка, звучащая в исполнении хора или предназначенная для исполнения хором. Хор – музыкальный коллектив, состоящий из певцов, совместное звучание человеческих голосов. Хором руководит дирижер или хормистр. Руководителя церковного хора называют регентом. Чаще всего хор включает в себя 4 хоровых партии: сопрано, альто, тенора, басу. Но количество партий в принципе не ограничено, так как каждая из этих хор может петь в сопровождении инструментов или без него. Пение без сопровождения называется пением акапелла. Инструментальное сопровождение может включать в себя практически любой инструмент, один или несколько, или целый оркестр. Хоровая музыка появилась очень давно, еще в те времена, когда древние люди возле костра пели хором свои незатейливые и, наверное, совсем не рифмованные стихи. Хор – это сообщество людей, которые не просто вместе поют, они должны объединить свои души в едином порыве, чтобы создать по-настоящему прекрасную музыку. Одна из особенностей хора в том, что он доступен каждому. Общее пение позволяет скрыть недостатки голоса и усилить его достоинство. Однако каждый музыкант хора должен чувствовать соседа и комиссию. Должен ли только слышать музыку и чувствовать в себе.
чтобы своим голосом наиболее полно отобразить ее в общую гармонию. Виды хоровой музыки: народный хор, академический хор, камерный хор, хор в хоре, детский хор и церковный хор. Жанры хоровой музыки: песня, хоровая миниатюра, хор крупной формы, обработка, приложение, кантатно-ораториальный, оратория, кантата, сюита, поэма, месса, реквием и другие. Самостоятельный хоровой номер или сцена в опере. сосын ішінен дауысы бар ма, өзінің қойылған ба қойылмаған ба, жаңағыдай переходтар жасалған ба жасалмаған ба, неше түрлі материал қолданған, соны нешеуін біріктірген, соның барлығын ескере отырыңыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Бақсайыр, 4-ші курс. Бүгінгі қорғайтын сабағым оркестр түрлері. Назар аударыңыздар. Оркестр түрлері. Ең бірінші оркестрдің не екенін білейік. Оркестр музыкалық шығарманың әртүрлі аспаптарда қосылып ойнайтын музыкалық ұжым. Оркестр түрлері көп. Біз бүгін 5 түрімен танысамыз. Ең бірінші бізде халықаралық оркестр. Аты айтылып тұрғандай, ұлттық аспаптардан құралған оркестр. Оркестрде қолданылатын аспаптар домбыра, қобыз, прима, бас домбыра және де дауылпаз, тағы басқа аспаптар бар. Ендеше біз оркестрдің музыкасын тыңдайық. Келесі бізде симфониялық оркестр. Батыс Европалық мәдениетіне тиесілі академиялық музыкалық алып оркестр. Аспаптар фортепиано, флейта, виолончель және де ұрмалы, соқпалы, тағы да басқа аспаптар бар. Ендеше біз оркестрдің музыкасын тыңдайық. Наталық оркестр. Жеңіл музыка ойнауға арналған оркестр. Қазіргі таңда бұл оркестр түрі өте қарқынды дамуда. Ендеше біз оркестрдің музыкасын тыңдайық. Әскери оркестр. Бұл оркестр әскери композиторлық орындаушы оркестр. Қолданылатын аспаптар үрмері, соқпалы және де тағы да басқа. Ендеше біз оркестрдің музыкасын тыңдайық. Jazz жанры оркестрі. Jazz музыкасын ойнайтын ұжым, үрмері және шертпелі аспаптармен өнер көрсетеді. Ендеше біз оркестрдің музыкасын тыңдайық.
ешкім Да, уже термин. Allegro, Vivo, Vivace, Presto, что естественно. Что экзамен, метроном үшінші ғасырда қолданыла бастаған. Оның ең тиімді қазіргі үлгісін веналық шебер Мельцер жасағандықтан ол Мельцер системасы деп те аталады. біз көбінесе балаларға музыкалық үйреткен кезде оларға ырғақты, ритмді, жылдамдықты қапалақтау немесе аяғын ұру арқылы үйретеміз. Оларға көбінесе солай үйретілген ыңғайлы болады. Бұл жылдамдықтарды көбінесе мектеп музыканттары түсінеді. Шығарма ойнайтын болса, ол ең бірінші басында шығарманың қандай темпте жазылатыны және метрономмен бір нотаны қанша метроном жылдамдығымен соғу керектігі анық көрсетіліп тұрады. Бұл метрономның жұмыс жасауы Иоганн Набоков Вестер, неміс механигі, пианист, педагог. 1792 жылдан бастап Венада тұрды. 1808 жылы сол механик қызмет атқарды. Бұл пианисттің метрономды жасаушы дизайны қазіргі күнге дейін ыңғайлы болғандықтан, оны қазіргі күнге дейін көбісі қолданады. Яғни ең ыңғайлы метрономды жасап шыққан Набоков Вестер. Қазақтың ұлттық үрмелі аспаптары. Үрмелі музыка аспаптары дыбыс үрлемесін шығаратын музыкалық аспаптар. Аспаптардың түрлері оңаштан, сүйектен, мүйізден, темірден және тастан жасалған. Түрлерінің түрлері үрлемелі музыкалық аспаптарға кешіріледі. Кейбір түрлері симфониялық және халық музыкасы оркестрінде қолданылады. Қазақ халқында үрмелі музыкалық аспаптар кәдімгі отырардан тағы басқа музыкалық түрлерді қолданылады. Симфониялық оркестр текті, сыртқылы, үрмелі және тынысалы музыка аспаптары тобынан құралған оркестр. Флейта заманауи белгілі аспап. Ол кәдімгі қазақтың сыңсысын ақтарады. Флейта аспабын төгісті ойнаған. Кейін аспаптың үрлейтін жерін жақын жағын жауып, аспапты ауызға қарай көлденең ұстайтын болды. Флейта аспабы оркестр құрамына 17 ғасырда енді. Кларнет аспабын 17 ғасырда неміс шеберлері жасаған. Кларнеттің басқа аспаптарға қарағанда техникалық мүмкіншілігі өте зор. Ол әсерлі әуенде, жылдам, тез қайталанатын дыбыстарды шығара алады. Көпшілік бұл аспапты Голливуд фильмінен тануы мүмкін. Жоғары регистрлер
Туғаны ертеде дабыл суретінде аңдылықта, жаугершілікте, салтанатты жөнелтулерде пайдаланылған. Рубан түрлері пикколо, альт, бас. Рубан үрлемелі музыкалық аспаптар оркестрінде, симфониялық оркестрде қолданылады. Сондай-ақ жекеде, яғни соло ойналады. Тромбон үрлемелі музыкалық аспап. 15 ғасырдың басында Еуропада бас деген атпен пайда болған. Содан бері оның қарапайым құрылымы онша өзгеріске ұшыраған жоқ. Тромбонның сопранодан контрабасқа дейін 6 түрі бар. Ең көп пайдаланатыны тенор мен бас. Тромбон негізінен оркестрде және әртүрлі ансамбльдерде кеңінен қолданылады. Жекеде ойналады. 20 ғасырдың ортасынан Қазақстанда да кең тарала бастады. Осымен сіздің үрмелі аспаптарды таныстыру сабағым аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Қорғайтын сабағының тақырыбы балет өнері. Балет өнері. Балет француз тілінен аударғанда билеймін мағынасын білдіреді. Балет
ой мен жан құбылысын дене қимылымен көрсетеді. Балеттің арқауы би мен пантомима. Пантомима сөзсіз мимика мен спектакльдің мазмұнын ашатын театр өнерінің бір жанры. Алғашқы балет биі Франция елінде көрсетілген, содан кейін басқа елдерге де тараған. 15 ғасырда балет биі үлкен ренессансқа ұдыраған. Содан Франция, Италия елдерінде 18 ғасырдан бастап балеттің өнер түрі ретінде даму басталды. Балет Францияда пайда болғанына қарамастан басқа елдер көп ұзамай бұл өнер түрін өздеріне бейімдеді. Ресейде бүгінгі күнге дейін ең танымал балет дәстүрі бар. Кейін 1850 жылы Парижде балет жоғала бастады. Бірақ Ресей мен Данияда балет шеберлері Август Барнолевиль, Жюль Терр, Артур Сен-Леонның арқасында өркендеді. Әрине, симфониялық оркестрдің де балетте алатын орны зор. Балет терминдері: ПДД екі кейіпкердің биі, вариациялар кейіпкердің соло биі. Корде балет үлкен жалпы би. Батман аяқты 90 градусқа, ал гранд батман аяқты 180 градусқа көтеруі. Дуэтте бір аяқты көп рет айналды. Ал енді балеттегі дәліресі тұту балет өнерінде бишілерге арналған қатты биткі. Бірінші тұту 1890 жылы суретші Евгений Лавидің суретінің негізінде Мария Каглиони үшін жасалған. Тұтудың стилі кішкене уақыт өте 19 ғасырдың аяғында 19 ғасырдың тұтысы қазіргі кезінде және кең болған. Үшін аяқты бекітіп балеринаға тепе-теңдік сақтауға мүмкіндік беретін қуанттық аяқ киім қолданыла бастады. Заманауи қуант аяқ киімдері атласты материалдан жасалған, көбінесе қуатты аяқ киім шеберіне тапсырыс береді. Машина жасалған материал қуанты аяқ киімдері әдемі болады. Ал енді әлгі талғар балеринелерінің жұлдыздары: Анна Павлова, Галина Уланова, Матильда Квер, Майя Путевская, Марис Леопа, Андрей Смелов, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова және Николай Тискайнер. Назарларыңызға көп рахмет. Балет. Енді орындар ауысып кетеді. Менің өтетін сабағым музыкалық жанрлар. Бірінші музыкаға тоқталып өтсек, белгілі биіктіктегі дыбыстарды ашатын, адамдарды әуенмен әсер ететін дыбыстық көркем бейнеге негізделген өнер түрі. Музыкалық жанр белгілі бір сюжеттік, композициялық, статистикалық және басқа да ерекшеліктермен сипатталатын музыкалық шығармалар жиынтығы. Менің бүгінгі өтетін классика, джаз, блюз және халық әндері. Әр жанрды айырып білу үшін өзінің жеке характері болады. Мысалы, джаз. Джаз 19 ғасырлар шегінде музыканың көбейтуімен пайда болды. Джаз музыкасының түп негізгі зәңгілері, струнның салып келесі айтатыным классикалық музыка. Әлемдік музыка мәдениетінің қорын құрайтын үлгілі музыка туындылардың бірі. Ол 17 ғасырдың ортасында пайда болды. Классикаға жататын шығармалар мағыналы. Олар идеалды форманың идеалды кейде әлемнен ақшылықты үлкен табуға болады. Мұндай музыкаларының композиторлары көбіне келген музыкаларын болады. Сондықтан классикалық музыканың әсер береді. Классикалық музыкада адамның бәрін есіне естуге болады. Сезіне білген адамға бұл биік шың. Келесі айтатыным халық әндері. Әр халықтың өз халық әндері болады. Келесі сюжетке назар аударсақ. Мен осы халық әндерінің ішінен қазақ халық әнін айтқым келіп отыр. Қазақ халық әні ол ауыздан ауызға тараған, халық жадында сақталған, белгілі бір авторы жоқ шығармалар. Халық әнінің қалай дамыған және тарихын тек қана болжауға болады.
мен халық әуені өте сирек кездеседі. Осылайша біздің қазақ халық әндерін өмірінің соңына дейін Александр Житевич әнді қалада өткен кездесу жазуды жөн көрмеді. Неге шығады? Ол заманда жазылып жатқан қазақтың ән қазынасын көтереді. Қазақтың көбісі басқа болса да жуықта жасқа келгеніне қарамастан 1920 жылы қиын қысталаң кездерінде кездескен көлік атаулымен болмаса жаяу жалпы аралап халқымыздың ән күйлерін музыка белгілерімен қарқап жүрген. Мен 19 ғасырда оңтүстік қазақстанда пайда болған. Ол әуенді қазақ жастарының тең қолданған жырау беттерінде жанр. Оған қарағанда өзінің лирикалық мелодия. Мүмкін музыканың бірден түрі шексіз қуаныштан терең қайғыға күшті психикалық әсерін білдірмейді. Америкада айтқандай афроамерикалықтардың тарихына терең тамыр жайған. Здравствуйте, дорогие ученики. Тема нашего сегодняшнего урока – добра в богатом свете или же добра по своему ранге. Самые известные люди – президенты России во время обхода частных себя. Сам был в спецслужбе раздерживался в жидовского плана. Никто не осмеливался сообщить о том, о трагической смерти. Но почему советский союз уже смог это сделать, это на 30 дорожный держу. Ему поручили озвучить эту страшную весть. Петпугал при отчаянии грозного хана не произнес слова, он просто сыграл свою кирилл саксофон. И другой донес до хана суровый брат, жестокости и смерти. Также благодаря являются родственные инструменты. Например, в русской культуре используют инструмент народной добра, в таджикской культуре добра, в узбекской добра, в киргизской культуре камус, и в туркменской культуре дуба, в башкирской культуре добра, в турецкой культуре сас. Существует несколько видов казахских добр. Косык шекте, уши шекте, тяншана шекте, ашайка жакте, дыши шекте и куюс муи. Основные казахские способны с помощью языка и религии, обряды, личной гражданской, самоценного художественного творчества. Теперь предлагаю послушать небольшой аудиофрагмент. Нашего сегодняшнего урока. Теперь у нас будет следующий модуль Б, ритмическая импровизация, а также жеребьевка. И мы продолжим после обеденного перерыва.